Бага Человек-паук. Кеттік, поехали, let's go. Аниматорлар студияның кіріспесінде көп жұмыс істеді. Стильдендірілген қайта сызбалардан басқа Columbia Pictures сүйретінің ескі бейнесі де бар. Біз сүйрет таңғажайып стилизациясы туралы айтатын боламыз. Бірақ студияның логотиптеріндегі күш-жігер деңгейі соншалық экран сақтағышты кадр бойынша тоқтатып, олардан әрқайсынан ләззат алуға болады. Және бұл комикс тарихындағы маңызды сәтке керемет сілтеме. Түсіндіруге көп уақыт алады. Бұл комикстерді жақсы білетіндер туралы. 42 ғаламның өмірі туралы және осының бәрі туралы ең маңызды сұраққа жауап. Оған қоса, былай жасадым. Бұны талқылағым келмейді. Тағы бір рет өте керемет сілтеме. Қайсына екенін сіз өзіңіз де білесіз. Мен үздік комикстемін, үлпек қорабындамын. Жаңа жылдық альбомым шықты, керемет музыкалық тақырыбымен. Айтпақшы, бұл альбом шынымен шықты. Sony жалқауланбай сол комиксті шығарды. Және интернетте альбомын тыңдай алады. Және ұсқынсыз болмыздық. Мен одан да нашар болғанмын. Авторлар өрмекшіге тауар жасаудың ең күлкілі және сәтсіз әрекеттерінің бірін атап қана қойған жоқ. Сонымен қатар келесі кадрда екінші рет бірдей бет пішінін бейнеледі. Бұл осы фильмге арналған ең жақсы саундтректердің бірі Sunflowers. Post Malone және Sway ол әлемдік чарттарда бірінші орынға ие болды. Жаяу барам. Не, жеке жүргізушің демалыста ма сияқты? Есіктегі шағын, бірақ маңызды бөлшектер Майлстың өсуін көрсетеді. Бұл оның бүкіл сюжет бойынша қалай өсетінін көрсетеді. Әсіресе бұл қазіргі белгілерден жоғары секіруі. Жасөспірім өмірінің жауапты жастарға күрт өтуді білдіреді. Сондай-ақ сол сенім секірісі. Бүкіл фильмде таңғажайып жеке стиль бізді таң қалдырады. Тек 3D графикасының дәстүрлі классикалық анимация мүмкіндіктеріне қалай ие екенін қараңыз. Бірақ сонымен бірге оның барлығы комик стилінде салынған. Көбі кеші? Шынымен ба не? Таңғажайып стиль тақырыбын жалғастыра отырып, мұнда расфокусировканы қалай бейнеленгеніне назар аударыңыз. Фон әдеттегідей бұлыңғыр емес, бірақ әр түрлі мөлдірлікпен қайталанатын сияқты. Фокустың өзгеруі қазір Майлстың әкесі әр түрлі мөлдірлікпен көбейеді. Тағы бір керемет саундтрек Memories. Мүмкін мен бір кеңістікте қызыл немесе былғары шалбар киіп алған болармын. Сюжеттік дайындық және фильмнің негізгі әрекеттеріне тұспал. Маған 0? Бұл Кока-сода сияқты баламалы атаулар бар параллельді ғалам екенін тағы бір рет көрсететін шағын деталь. Оларда December деп аталатын ай бар, яғни желтоқсан айы және ақпан айларын қосқанда желтоқпан сияқты. Араның дисплейі 1 секундқа пайда болады. Сол 1 секундтың ішінде оның ағасымен қарым-қатынас туралы тез көрсетіледі. Сонымен қатар онымен берік байланысының меңзейді. Сюжеттік дайындама, тұспалдау, диалог арқылы Аран ағайдың қолданбасы радиоактивті өрмекші пайда болған жермен байланысты екенін түсінуге болады. Майлсты тістейтін осы өрмекші арқылы ол бізге қандай қабілеттерге ие болатынын, атап айтқанда өзін жасыру мүмкіндігін алдын ала көрсетеді. Қарапайым өрмекші. Тіпті Тағы бір керемет деталь, анимация стилі жарық сәулелері мен жарық нүктелері бұршақ нүктелерінде жасалған. Бірақ бұл жай бұршақ нүктелі текстуралары емес. Бұл ескі түсті басып шығару машиналарының ерекшелігі, олар нүктелермен басылған. Сондықтан ескі комикстердің осындай қызықты құрылымы бар. Бұл пішінде скеоморфизмді көру керемет. О, Құдай, маған не болып жатыр? Өрмекші сезімнің тамаша визуализациясы тіпті көрермендер де сезінді. Мен әдемі сурет салу стиліне таң қалуды тоқтатпаймын. Әрбір қатып қалған кадрды жұмыс үстеліне фон ретінде қоюға болады. Бүкіл фильм бойы.
Бруклиндегі кезекті жер сілкінісінен жарақаттанған өрмекші адам ретінде танымал қаһарман көз жұмды. Питер Паркер 10 жыл бойы өрмекші адам болған фотограф ретінде жұмыс істейтін 26 жастағы аспирант. Біздің батыр өрмекші адам енді жоқ. Жұбайым Питер Паркер ең қарапайым жан болатын. Scared of the Dark. Өрмекші адамның айырылуы көңіл күйін, сондай-ақ Майлстың алдағы сынақ туралы алаңдауын көрсетеді. Енді сағынатын боламын. Иә, ал біз екеуміз дос болғанбыз. Стэн Лидің өмірден кеткеннен кейінгі алғашқы камеосы. Таңқаларлық емес, оның айтқан бірінші сөзі бұл. Енді сағынатын боламын. Мен мұнда өлгенмін. Және блондин екенмін. Майлс әлемде Питер Паркер сары шашты, және бұл өрмекші нұсқаларының біріне сілтеме. Атап айтқанда қызыл өрмекші. Бұл не тағы? Өлетін болдым ғой! Өрмекші костюміндегі бала бір жігіттің мәйітін пойыздың соңынан әкетіп барады. Бұл ең жақсы көріністердің бірі. Ах, иә, әйтпесе бәрі өледі. Бәрі осылай айтады. Бірақ бәрі өлмей тұрып, қашанда уақыт қалады. Сол кезде мен шығам. Қашан болмасы вирусты түсініксіз кілт болады. Тамаша. Әдеттегі өрмекші адамның тарихы. Қара, қазір сізде 24 сағат бар дейді. Сізде 24 сағат бар. Классикалық супер қаһарман оқиғалары туралы тағы бір әзіл. Бірінші лабораторияға кіру керек, басқалының компьютерін табу керек. Бұл әлгі велосипеті бар әйел ғой. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы дегенің не? Догокта фитнес добы бар. Орындығының орнына қолдануға арқа мен қалыпқа өте жақсы. Сондай-ақ ол үнемі велосипедпен жүреді. Жалпы бізге салауатты өмір салтын жеткізеді. Погнали! А людей-пауков не многовато? Спроси на Комиконе. Что это такое? Комиконда өрмекшілер тым көп. Шаруаң бітті өрмекші адам. Уилсон, не істеп жатсың? Ванесса. Тіпті естеліктер жеке алгоритммен жасалған сияқты. Жай ғана осы кездейсоқ құрылған сызықтарға қараңыз. Немесе олар қолмен сызылған ба? Қарғысатсын, олардың мұны қалай жасағанын да анық емес. Бұл ескі комикстердің Спайдер-баги ғой. Айтпақшы, сәтсіз идея. Олар дайын емес, айдан анық Иә. қой. Егер ол болмаса, бұны өзіміз жасауымыз керек. Майлз! Хайтта өте керемет трек, және ойламаңыз, мен әр әнді мақтай бермеймін. Олардың барлығы өте керемет. Альбом әлемдік хит-парадтарда екінші орында болғаны бекер емес. Маған да жауап бермей жатыр. Майлстың әкесінің байланыстары арасында Стив Дитко бар. Бұл жерде Украинаның не қатысы бар деп ойлайсыз. Ал Стив Дитко түпнұсқа өрмекші адамның авторы. Ол өрмекші адамды жасау кезінде Стэн Лимен бірге жұмыс істеді. Сондықтан оның украиндық тамыры бар. Ей, бұл жерді қайдан білесің? Осында бұрын жұмыс істеген. Қымбатты арнаға. Мен бірдеңе жасауым керек еді, бірақ қолымнан келетініне сенімді емеспін. Мен оны табамын. Уәде беремін. Мен оны ұстаймын. Қызықты және бай сюжеттік бұрылыс. Басында біз граффити сахнасында көрдік. Бұл бұралу келесі әрекеттерде де рөл атқарады, және Майлстың кейіпкер ретінде дамуына әсер етеді. Ең түрлі түсті көріністерге тағы бір плюс. Біз түсінбейміз, бірақ бұл аниматорлардың титаникалық еңбегі. О, жоқ. Оңға. Кері, ары қарай. Сәлем. Тағы бір ең жақсы көрініс. Сонымен қатар Ганки, What If сияқты шығарылымды оқып отыр. Бірақ ондай жоқ сияқты. Бірнеше өрмекші адамдар туралы. Мысалы мен ағатайымды жоғалттым. Немесе өз еркіммен көрінбейтін болып кетті, менен қаш. Бірақ сен әлі дайын емессің. Кешір. Дайын болғанымды қайдан білемін? Жай ғана сену керек. Майлз, бұл әкең. Өтінемін, есікті аш. Майлз, көлеңке қимылдарын көріп тұрмын. Қане, жай сөйлесейікші. Кейде адамдар бөтен бола бастайды, балам. Мен сенің көзіңнен жалынды көремін. Бұл керемет, сондықтан осылай қысудамын.
және сені үлкен жетістіктер күтіп тұр. Сені жақсы көрем. Майлстың ересек өмірге секіруі бұл шешім немесе негізсіз қадам емес. Маңызды және күшті элементтермен алға жылжиды. Нағашының қайтыс болуы және жақындарының қолдауы бұл әр адамның өмірінде өте маңызды. Болғаны сол ақ, Майлз. Жай ғана сену керек. Бұл көрініс фильмнің басты белгісі болып табылады. Ғажайып көрнекі композицияны біреу түсінетін білсе, біреу білмейді. Бірақ оны іштей сезеді. What's Up Danger фильмнің ең жақсы тректердің бірі және сенімнің секіру сезімін жеткізетін керемет қойылым. Майлз керісінше құлаған алдыңғы көріністерінің бірін айнадағы бейнесі, яғни құлаудан ұшып кетуге дейін қалай өзгергенін көреміз. Міне, бәрі осымен бітті. Хей, оның осы сөзді айтуға құқығы бар ма? Шын мәнінде жоқ. That of Fox. Бұл Лунитундағы әйгілі фраза. Бұлай тәуекелге баруға өте батыл. Уилсон, істеп жатырсың. Жақындама. Ванесса. Мұнда Ричард, істеп жүрміз. Білмеймін, Ричард. Таштық бұл жерден. менімен қалыңдаршы. Жалынамын. Дегенмен олар басты антагонист ашкөздік немесе иесіздік емес. Қарапайым адамдық кінә мен жоғалту сезімінен туындағанын жақсы жасады. Әкеммен сурет салдым. Көршіммен таныстым. Жалғасы үшін сюжеттік дайындық, айтпақшы канондық. Жалғызсырап, мені ешкім түсінбеген кезде достарымды есіме түсіремін. Әр өрмекшінің әрбір әлемі үшін аниматорлар жеке стиль әзірледі. Мен өрмекші адаммын, бірақ тек мен ғана емеспін. Майлз, сәл уақытың бар ма? Сиквел туралы айтатын болсақ, оған үлкен тұспал болды және ең бастысы ол осы жылы шықты. Соңғы титрдің орындалуына және идеясына байланысты ерекше назар аударуға лайық. Сонымен қатар портреттер бар мемге сілтеме. Ладно. Ты можешь стать первым человеком, совершившим направленный прыжок через мультивселенную. Земля, 67-й.